Мынаны қарашы. Мынау шынымен де дана деп айтуға біреулердің сөздері сізді тамсандырған сәттер болды ма? Әйелім Доттимен сөйлескеннен кейін менде осындай жағдайлар көп болды. Өмірімде бұрын соңды алған ең ұлы даналық сабақтарының бірі жайлы айтып кетейін. Бір күні кешқұрым балалар бір жаққа кетіп қалған соң біз тамақ үстелінің басында Дотти екеуміз отырғанда ол былай деді: "Қымбаттым, дәл қазір балаларға уақытыңды аяма. Және күндердің бір күнінде олар да сен үшін уақыттарын аямайтын болады. Қазір оларды құшақта, кейін олар да сені құшақтайтын болады. Егер сен олардың жұмыстарына қызығушылық танытатын болсаң, бір кездері олар да сенің жұмысыңа қызығушылық танытатын болады. Оларды қазір сүй, кейін олар да сені сүйетін болады. Олардың сөзіне құлақ тұр, сонда кейін сен қартайғанда олар да сені тыңдайтын болады." Соңында Доттидің былай деген әлі есімде: "Олардың кішкентай қолдарынан барынша көбірек ұста, сонда өскенде олар сенің қолыңды жібермейтін болады." Өкініштісі, осы айтылған сөздердің даналығын мен жылдар өткен соң ғана шынымен де бағалай білдім. Сол кезде біздің баламыздың жасы 2-де болатын, ал 20 жасында ол университеттік командада баскетбол ойнайтын. Мақтанбай тұра алмаймын, ол арнайы спорттық айлығын да алатын, алайда әңгіме бұл жайында емес. Мен ұшақпен оның жарысына бардым, алайда оған ол туралы айтпауға бел болдым, өйткені менің Невадада шұғыл тірліктерім бар болған. Және оның ойынына баратынымды мен нақты да білмедім, бірақ мен ойынға бара алдым. Мен келгенде қыздар командалар арасындағы ойыны болып жатқан еді. Жұрт мені бірден таныды, және отырғандардың барлығының назары маған ауды. Мен алаңнан қиғаштап қарадым да Шонды тауып алдым. Ол формада жасөспірімдер командасымен бірге өз ойынын күтіп мінбеде отыр екен. Міне мен тікелей алаңға шықтым. Алаңның бұрышына жеткен кезде ұлым да мені көрді. Орнынан ыршып тұрып баспалдақтан төмен қарай жүгірді. Бум, 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 бум. Біз екеуміз алаңның екі жағында болғандықтан бір-бірімізге қарай жүгірдік. Ал айналадағылардың барлығы бізге қарап тұрды. Біресе оған, біресе маған. Сонан соң қайтадан маған, кейін оған тағы, маған, сонан соң оған. Осылайша біз төреші хатшы үстелінің жанына барып тоқтағанша олардың барлығының назары бізде болды. Шиеленісу сәтін сезгендіктен мінбедегілер тынышталып қалды. Біз жақындап келіп бір-бірімізді құшақтадық және беттерімізден сүйдік. Көрермендер дауыстарын көтеріп қатты шапалақтады. Әке ретінде менен басқа ешкімде бірде-бір ұпай алған жоқ еді. Дегенмен де барлығы қол шапалақтауларын жалғастырды. Кейінірек сол күні кешке аэропортта келе жатып, болған жағдайды ой елегінен өткіздім. Осы студенттердің барлығы бізге неге қол шапалақтады? Кенетте мен екі нәрсені түсіндім. Олар мені таң қалдырды. Біріншіден, егер балам 2 жасында мен әйелімді тыңдамағанымда, осы алаңның жартысына да бара алмас ем. Онда ол 20 жасқа толғанда мені қарсы алуға ол да жүгірместе. Екіншіден, осы студенттердің әрқайсысы өз әкелерімен сол алаңның ортасында кездескісі келгендіктен қол шапалақтады. Әкелерінің оларды құшақтап, беттерін сүйгендерін қалар еді. Міне осы кезде мен әйелімнің берген кеңесінің бүкіл даналығын түсіндім. Балаларымыз кішкентай кезінде жасағандарымыздың барлығын кейін олар өскенде біз үшін жасайтын болады. Менің сөзіме құлақ түріңіз. Менің жасымдағы адам басқа нәрселерге қарағанда балаларымен қарым-қатынасты жоғары бағалайды.